Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмді әрі тойымды ащы тұщы сиырдың құйқасы мен қарыннан жасалатын салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны асықпай соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Подписаться батырмасын басып каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Енді бұл салатқа жұмсап жақсылап піскен сиырдың құйқасы мен қарыны, көк пияз, жартылай ащы қызыл-жасыл бұрыш, сәбіз, чеснок, кинза керек болады. Осы заттардың барлығын видеода көріп отырғандарыңыздай ұзыншалап, әдемілеп турап аламыз. Теркадан өткізіп алған сәбізіміздің үстіне осындай куриный бульон немесе тұз салып, мыжып, су шыққанға дейін жұмсартып өлтіріп аламыз. Және оның үстіне қызыл-жасыл бұрышымызды да салып, оларды өте қатты емес, аздап мыжып жұмсартып алсақ болады. Туралған заттарымыздың бәрін қарын мен құйқа салған ыдысымызға бір-бірлеп осылай орналастырып салып аламыз. Чесногымызды осылай ең үстіне саламыз, сосын дәмдеуіштерімізді қосамыз. Мен аздап куриный бульон қостым, сосын бір ас қасық соя сұйықтығын құйдым, және қара уксустан бірнеше ас қасық құйдым, сондай-ақ қара бұрыш, сол сияқты дәмдеуіштерден аздап қосып шықтым. Егер ащыны ұнататын болсаңыздар, ащы бұрыш қосуларыңызға да болады. Бұл салатқа қосқаным қара түсті китайский уксус, ақ уксус емес. Бұл уксус салатымызға қышқыл дәм беріп, тәбет ашатын болады. Ал мына соя сұйықтығын өте көп қоспаймыз, тек салатымызға реңк беріп тұру үшін бір ас қасық қана қолдансақ болғаны. Осылайша қалауыңызша үйдегі дәмдеуіштеріңізді салып, тұзын бәрін салып болғаннан кейін салаттың көлеміне қарай аздап сұйық майды қыздырып аламыз да, жаңағы ең үстіндегі чесноктың үстіне құятын боламыз. Бәрін осылай жақсылап тұрып араластырып алсақ болғаны, ащы тұщы қарын құйқа салатымыз дайын болды. Әдемі тарелкаларыңызға салып, дастарханға шығара берулеріңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын.